Менің атым Темүжін. Кейін жұрт мені Шыңғыс хан деп атады. Бірақ ол атаққа жету үшін мен қан мен көз жасты, аштық пен сатқындықты бастан кештім. Мен әкем Есугей Баһадүрден ерте айырылдым. Әкем өлген соң біздің ру бізді тастап кетті. Анам, бауырларым және мен далада жалғыз қалдық. Біз аң аулап, тамыр қазып күн көрдік. Сол кезде мен бір нәрсені түсіндім. Күш текте емес, бірлікте. Жастайымнан мені тұтқынға алып, мойныма ағаш бұғау салды. Бірақ тағдырға мойынсұнбадым. Қаштым. Бостандықтың дәмі сол кезде жүрегіме мәңгі сіңді. Мен енді ешқашан құл болмауға ант еттім. Мен өзіме серік жинай бастадым. Мен адамдарды байлығына немесе тегіне қарап емес, адалдығына қарап таңдадым. Менің жанымда Жебе, Сүбедей, Боршы сияқты батырлар болды. Біз антпен байланыстық. Бұл ант қанмен емес, сеніммен бекіді. Мен моңғол тайпаларын бірлеп біріктірдім. Кейде сөзбен, кейде семсермен. Себебі далада әлсіздікке орын жоқ еді. 1206 жылы ұлы құрылтайда мені бүкіл моңғолдың ханы Шыңғыс хан деп жариялады. Сол күннен бастап менің мақсатым айқын болды. Тәртіп орнату, заң енгізу және ұлы далаға бейбітшілік әкелу. Мен яса заңын шығардым. Онда ұрлыққа, сатқындыққа, опасыздыққа кешірім жоқ еді. Бірақ еңбегі сіңген адам қай рудан болса да жоғарылай алатын. Біз ат үстінде өстік. Әскерім темірдей тәртіпке бағынды. Біз алысты барладық. Дұшпанды қоршап, найзағайдай соқтық. Осылайша біздің туымыз Қытайға да, Орта Азияға да жетті. Мен империяны тек жер үшін емес, ұрпақ болашақ үшін құрдым. Менің арманым бірімен қырқыспайтын, заңға бағынатын ұлы әлем еді. Мен Шыңғыс ханмын. Менің өмірім күрес. Менің жолым дала жолы. Ал империям бірлік пен тәртіптен туған.